ең бірінші сұрағымызды осы ұрпақ тәрбиесінен бастағым келіп тұр. Жалпы тәрбие деген не, және біздің ұлтымыз ұрпақ тәрбиесінде неге баса назар аударады? Осыған жауап бере кетсеңіз. Жақсы. Жалпы қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Ағаш жапырағымен адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Сондан жалпы адамның тіршілік осы дүниеде ғана емес, жалпы о дүниеде де, осы екі дүниеде тіршілік кешуінің негізгі шарты ол ұрпақ жалғастығы, ұрпақтар сабақтастығы. Сондықтан қандай да бір ел өзінің ұрпағын дұрыс тәрбиелесе, ол өзінің осы сөйлеп тұрғандай елдігін сақтап отырады. Өзінің осы жер бетіндегі тіршілігін нақтылай түседі, жер бетіндегі тіршілігін бекемдейді. Басқа мәдениеттегі жұтылып кетпейді. Жалпы үлкен мағынасында ол Құдайдың аманаты деп оған адалдық деп түсінуге болады. Өйткені Құранда да бүкіл жерде айтылады, негізі ұрпақ ол сіздерге берілген аманат дейді. Сол аманатқа дұрыстап қараңдар дейді. Бұл бұндай түсінікке жету үшін әрине үлкен талпыныс керек. Көбісі адамдар енді ұрпақтарын ондай Құдайдың аманаты, елінің болашағы деп тәрбиелейтін адамдар да бар, бірақ олар өте сирек. Өйткені бұған өре керек те. Көбісі адамдар инстинкт ретінде тәрбиелейді, әйтеуір жаңағыдай аналық инстинкт, әкелік инстинкт. Содан кейін екінші жаңағы кезекке қосылатыны бұл болашақтағы өзінің пайдасы, жаңағы Абай айтпақшы, артынан Құран оқысын, қартайған асырасын, прагматикалық көзқарастар. Ал енді сонда қарасаңыздар, ең үлкен мағынасында әрине бұл жаңағыдай бұдан, өйткені Құдайдан үлкен нәрсе жоқ қой. Ол Алланың аманаты. Алланың аманаты деп қарауымыз керек. Ал сіздер білесіздер, аманатқа қиянат жасауға болмайды. Сонда жаңағы мұнафиқ дейді, 200 адамның 3 белгісі бар дейді, соның бірі дейді аманатқа қиянат жасаушылар дейді. Сондықтан осындай біраз деңгейде осындай сатыларда біз түсіндірсек болады ұрпақтың жалпы маңызы мен мәні туралы. Рахмет. Жалпы ұрпақ тәрбиесіне келген кезде біз жапондар былай депті, орыс ғылымы былай депті деп көбіне шетке жалтақтаймыз. Ал өзімізде осы ұрпақ тәрбиесі хақында зерттелген дүниелер немесе айтқан ғалымдар туралы неге сөз қозғамаймыз? Неге өзіміздікін біз қабылдай алмаймыз ба? Ол дұрыс айтып отырсыз. Мынау бізде мен қаншама адамдармен тікелей эфирге шыққанда бәрі сұрайды. Неге қазақ осындай басқа ұлттармен салыстырады да? Неге мысалы қазақ жағымпаз, мысалы орыстарға жағымпазданады, өзбекке қарағанда? Неге деген сұрақтар өте көп та? Неге қазақ өзінің мәдениетін менсінбейді? Неге қазақ өз тілінде сөйлемейді? Бұл сан сұрақтардың бірақ шешуі бар. Ол кешегі өткен отаршылдық. Ол отаршылдықтың зардаптары бұл. Сондан бұл отаршылдықты біз мына деңгейінде түйсінбей, отаршылдықтың зардабын біз қайтара алмаймыз. Оны біз мойындамаймыз, отар болғанымызды. Сонда отарлық дегеніміз ол құлдық дей беріңізші, құлдық қой. Біз құлдықта болған халықпыз, бірақ өкінішке қарай сол өзіміздің құл екенімізді мойындамай отырмыз да ресми түрде. Басқа бұның жауабы жоқ. Бұны енді көп созып, бұны жаңағы мұлжалай бергеннен ешқандай іштен өнбейді, май өнбейді. Неге? Өйткені бірақ нәрсе бар. Қашан біз өзіміз ел ретінде есімізді жиып, етегімізді жауып, отар екенімізді мойындаған кезде ғана, өзіміздің жаңағы ауру екендігімізді мойындаған кезде ғана біз сонда ғана жазылуға бет аламыз. Егер біз мойындамасақ өзіміздің отар екендігімізді, онда біз осылай неге олай, неге былай, неге қазақ неге сондай деп жаңағыдай тек қана салдарлармен шексіз күресе береміз. Сондай күн келеді ғой деп ойлаймын мен. Неге? Өйткені бұл болмай қоймайтын нәрсе. Неге? Өйткені бүкіл әлемдегі отар болған ұлттар бұл процесті басынан өткізген. Яғни отарсыздану процесі туралы айтып отырмын мен. Сондан енді құл өз еркін жоғалтқан 150 жыл бойы жаңағыдай басқа бір ұлтқа телініп өз еркін құл болған халық, әрине оның мінезі жалтақ,
жаңағы қорғаншақ, жағымпаз, бірін бірі аямайтын. Неге қазақ қазір бір-бірін аямайды? Өйткені шәкәрім айтады ғой, жауға қатын, жақынға жалмауыздар дейді. Міне, құл халықтың бұл диагнозы. Жауға қатын, яғни орысқа, Қытайға, басқа да өстем ұлттарға қатын болуға дайын да, ал өз-өзін аямайды. Міне бұл отар болған. Ал керісінше отар болмаған халықтар керісінше өзінің ұлтына мейірбан болады да. Жаңағы өзінің ұлтына құрбан болуға даяр тұрады. Өзінің ұлтын бірінші орынға қояды. Өкінішке қарай, бізге бұған әлі біраз уақыт керек. Уақыт керек деген кезде жаңағыдай мен айтқан нәрсені біз мойындамай, біз өзіміздің ұлтымызды сонда ғана сыйламай, өзімізді танымай, сол кезде ғана жаңағы қазақтың әдебиетіндегі кешегі бізге бабалар тастап кеткен қаншама асыл қасиеттер сол кезде ғана жарқырап ашылады екен ғой. Оған дейін қазіргі кезде бізге қазір көрініп тұрғаны қазақтың ылғи жаман қасиеттерін көреміз да біз. Неге? Өйткені бұл кешегі отаршылдықтың кезіндегі бұзылған, бас еркін жоғалтқан, әбден азған, тозған, жаңағыдай құл деңгейіне түсірілген халықтың мінездері ғой. Біз қазір фактіні ғана көріп отырмыз да, біз ойлаймыз қазақ осындай болған ғой деп, жаңағыдай өмір бойы деп. Олай емес. Бұрын қазақ керемет болған. Оның дәлелі мынау әлемдегі 9-шы орын алатын жер. Бұл егер біз қазақ әлсіз болсақ, қазақ жаңағыдай сондай дүниетанымы, мемлекеттік жүйесі, салт санасы әлсіз болса, әлбетте бұның бізге біреуі де жоқ еді. Сондықтан осындай көзінен басқа ойы жоқ адамның надан әуресі деп көзбен көрген нәрсеге ғана сене бермей, кішкене тарихты да оқу керек. Өкінішке қарай, отаршылдықтың ең үлкен зардабы, олар айтты ғой бізге, сіздерде тарих болған жоқ. Біз сендер мал баққан халық едіңдер, сауатсыз едіңдер, біз сіздердің көздеріңізді аштық, адам қылдық, біз болмасақ өліп қаласыңдар деп бізді иландырды да. Біздің сол жаңағы осы иланым, яғни өзге ұлтсыз өмір сүре алмаймыз деген иланым, қазақ бір-бірін жеп қояды деген сасық, сондай бір жаман саясат біздің етімізден өтіп сүйегімізге сіңіп кетті да. Міне сондықтан біз байқап отырсыздар, қазір мысалы қазақтың жаңағы басы қосылмайтын. Неге? Өйткені қазақ өзінің қазақтығынан гөрі басқа бір ұлттың телген идеологиясын жаңағыдай артық көріп, жаңағыдай өзіне жау болып, ата бабасының іліміне, ата бабасының дініне жаудай шауып, жаңағыдай қырық пышақ болып жатқан адамдарды көріп отырсыз қоғамда. Міне осының бәрі жаңағы өзінің бас еркін жоғалтқан құл халықтың синдромдары деп қорытынды жасауға болады. Рахмет. Жалпы енді тақырыбымызды абайға қарай бұрсақ, яғни абайдағы бала тәрбиесіне тоқтала кетсеңіз кеңінен. Енді ол абай бір қызығы, абай балаларын керемет тәрбиелеген, бірақ өзінің бірінші қара сөзінде бас тартып отыр. Бұл адам бас тартады. Бала бағу дейді, одан бас тартып отыр. Бір енді бұл парадокс. Парадокс екінші жағынан жаңағы отаршылдықтың жаңағы ең бір улы кезінде абай өмір сүрді ғой. Абайдағы тұнған зар. Әйтпесе мысалы өмір бойын жаңағы жүрегімнің қуаты перзентлерім деп балаға арнаған абай өмірінің соңында баладан бас тартып отыр. Байқайсыздар ма? Сонда айтады абай, осы өмірді аз өткіздік пе, жақсы өткіздік, жаман өткіздік, біраз өткіздік, енді қалған өмірімізді қалай өткіземіз дейді. Соған менің миым жетпей басым қатып отыр дейді. Сосын айтады, бала бағайын ба дейді, бала бағуға арнайын ба дейді. Біз айтып отқан тәрбие жоқ дейді. Мен өзгенің баласы түгілі дейді, өзімнің балаларымды болашақта қандай бол деп тәрбиелейтінді білмей отырмын. Не деп тәрбиелейтінді, қайда орналастыратынды білмей отырмын дейді. Сөйтіп бала бағудан бас тарттым дейді. Байқайсыз ба? Абайдың бірінші қара сөзіндегі мал бағудан, бала бағудан, ел бағудан, ғылыммен айналысудан, сопылық қылудан бәріне абай бас тартып. Көп адамдар ойлайды, бұл абайдың трагедиясы деп ойлайды. Шынымен абай бұл өзінің қолынан келгенше күресіп бақты, бірақ түсінді. Отаршылдық қамытты бұзып кете алмайтынын,
Сондықтан ол нақты істерді доғарады да, енді жаңағы абай сенді бір кезде қазақ тәуелсіздік алатын сенді. Міне сол сөйтіп доғарады да тек қана қаламға көшеді ғой. Енді дейді, мен ақ қағаз бен қара қаламды, жаңағы қара қалам мен ақ қағазды мен қара сияны ермек қылайын. Болды. Қалғаннан бәрінен мен бас тартып отырмын. Соның ішінде бала бағу да бар. Сонда қарасаңыздар, абайдың жаңағы жазып кеткен еңбектерінде сол кездегі балалар емес, сол кездегі. Өйткені абай бас тартып отыр одан. Ол болашақтағы, яғни қазіргі біздің қазақтың балалары қандай болу керек? Соған арнаған ғой бүкіл еңбегін. Сонда ана бірінші қара сөзі, ол көп адам оны абайдың трагедиясы деп қабылдайды, ал мен оны, ол қара сөзін абайдың шығармашылыққа келу деп қабылдаймын. Құдай бізді болды. Егер абай сол бала бағумен алданып, жаңағы ел бағумен алданып, мал бағумен алданып, осы ақ қағаз бен қара сияны ермек қылмағанда, онда біз құрушы едік. Неге? Қазір онда біз қалай өмір сүретінімізді, қайтып ел болатынымызды білмей, дағдарып санамыз сансаққа кетіп қалушы. Сондықтан осы бірінші қара сөзінде айтып отырған абайдың баладан бас тартып отыр абай, бірақ өзінің кейіннен қалған 45 қара сөзінің көбісінде негізгі еңбектерін ол болашақ ұрпаққа арнайды. Ол қалай болу керек? Сол абайдың әсіресе мына 10-шы қара сөзі ғой. 10-шы қара сөзі айтады, Құдайдан бала тілейсіңдер дейді. Оны қайтейін дейді. Оны қайтейін дейді. Осы 10-шы қара сөзді оқылады, сонда абай айтады, Құдайдан бала тілейсіңдер, қазақ баланы не үшін тілейді дейді. Қартайғанда мені асырасын дейді. Немесе артынан Құран оқысын деп айтады. Содан абай алады, сол қазақтың дейді, бүкіл жаңағы қалыптасқан түсініктерін абай саналы түрде қиратады. Сонда айтады, ол біріншіден дейді, сен өзің дейді, қартаюға жетесің бе, жетпейсің бе? Оны Алла біледі дейді, сен жаста өліп қалатын шығарсың. Екіншіден, сен балаң дейді, сендей қазақтан дейді. Қартайғанда әке шешесін асырайтын саналы бала өсіп шыға ма, ол да белгісіз дейді. Сосын бүйтіп айтады абай, сенің дейді балаңның оқыған Құранын дейді, егер сен тірі адамға дейді, бір адамға жақсылық жасамасаң дейді, баланың оқыған Құранын саған не болады дейді. Егер сен адамдарға жақсылық жасасаң дейді, саған кім Құран оқымайды дейді. Сонда абайдың айтып отырғаны, бұл жерде абай бала тәрбиесі деп отқан кезде көбінесе абай баланы тәрбиеле демейді. Осы 10-шы қара сөзінде, 4-ші қара сөзінде өзіңді тәрбиеле деп отыр ғой. Біз көбінесе қазіргі кездегі біздің бүкіл оқу орындарында, балабақшадан бастап, мектепте, университетте, осы сіздер сияқты зерделі ақыл ой, жаңағы көптеген орта бәрінде тәрбиемен айналысады. Былай бүйтіп тәрбиелеу, былай тәрбиелеу. Ал абай айтып отыр, жоқ дейді. Баланы тәрбиелеудің бұрын дейді, сол баламен жұмыс істейтін адам дейді, өзі тәрбиелі болу керек дейді. Бұл негізгі постулат абайдың. Егер сен өзің тәрбиесіз болсаң, яғни сен өзің жұртқа жақсылық жасамасаң, жұртпен қарым-қатынас дұрыс болмаса, тірі адамға бір жаңағыдай қайырым жасамасаң, сенің балаңның дейді да, оқыған Құран саған не болады деп отыр ғой. Сонда қазіргі кездегі осы ең үлкен проблема тәрбие ғой. Сонда адамдар неге жаңағыдай олардың оқтар далаға кетіп жатыр? Өйткені олар баланы тәрбиелейміз дейді да. Бұл өте, қалай айтса екен, өте сондай бір желге ұшқан, адамның бүкіл қайраты желге ұшатын нәрседен. Неге? Өйткені ол бала сенің айтқаныңмен өспейді ғой. Сен көптеген лекциялар оқуы мүмкін, дәрістер, мораль оқуы мүмкін ертеден кешке дейін, бірақ ол балаға әсер етпейді. Неге? Балаға әсер ететін бір-ақ нәрсе дейді, абай айтады, ол сен өзің қандай екен. Сен егер жұртқа қатынас жасасаң дұрыстап дейді. Сен ата-ананың өзін тәрбиелеу, өзің адал болсаң, өзің ұрламасаң, өзің әділ болсаң, міне сенің балаң да саған қарай өседі деп отыр. Сонда ғана біз алыста іздеп жүрген нәрсе өзі өте жақында жатыр. Бірақ бір сөз бар ғой, өте
дана нәрселер қарапайым болады дейді. Сонда қазақтың өзінің жаңа постулаты бар. Әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі дейді. Қарап деп отыр да, қарап. Қарау деген сөздің мағынасы не? Ол тану. Мысалы, қарау, көру деген сөз, мына 5 таным мүшесінің, немесе жаңағы біздегі жүректегі 6-шы таным мүшесінің бәрін не жауап беретін бір-ақ сөз бар. Ол көру немесе қарау. Сонда қазақ айтады, көзіңе қара дейді. Көзіңе қара. Көзіңе бақ. Абай айтады, көзіңе бақ, қара деген сөз да бұл. Көзіңе қара деп отыр да, яғни не? Таны. Сонда сенің жаңағыдай балаңның жақсы болып өсуі сенің өзіңе байланысты болып тұр да. Ол саған қарайды, сені таниды. Біз баланы танығымыз келеді да. Сонда қате нәрсе, ол өзіңді тануың керек сен. Өйткені сен өзіңді танысаң, бала саған қарап өседі. Неге? Өйткені бала өмірге келген бала, әке оған, ұл балаға әке идеал, қызға шеше идеал. Ол саған қарап өседі. Көрдіңіз бе? Сонда қазіргі ата-ана өзімен алысу керек. Өзіңмен күрес өлгенше дейді ғой, біреудің мінін терген, өзіңмен күрес өлгенше дей ме? Сол Шәкәрім айтады, өзіңмен күресетін уақыт келді ғой. Бірақ өкінішке қарай біздегі нәпсі деген пәле бар. Сол нәпсі айтады, мен күштімін, мен ақылдымын, менде мін жоқ, мен деген шаң жуытпаймыз біз өзімізге. Мен орныма, мен жұмысымды мұғалімдер істейсін. Менің балам керемет, ол мектеп тәрбиелесін. Немесе зерделі тәрбиелесін. Тағы да біреу тәрбиелесін да. Ал қазақта бір керемет сөз бар. Біреудің жоғын біреу өлең айтып жүрміз дейді. Яғни, ол саған керек жоқ бала, ол ешкімге керек болмайды. Кешіріңіз. Сондан, мына осы қазақтың ең керемет былайша тәрбиенің көзі, міне осы сөзде жатыр. Осы қанат сөзде жатыр. Қарау деген, яғни тану. Яғни әкені танып барып ұл өседі, шешені танып барып қыз өседі. Сондан сен өзің ұлыңның немесе қызыңның тануына лайықты болуың керек қой. Мұны сол кезде ғана тәрбие өзінің жемісін бере бастайды. Балаңды тәрбиелеймін деп әуре болма, өйткені ол сені қайталайды деген сөз бар. Қайталайды. Яғни, жоқ, енді бір мәселе бар, мысалы. Бұрын, мысалы, ақылды адамдар өздері білген, өздерінің күші жетпейтін баланы тәрбиелеуге. Мысалы, хандар балаларын өздері тәрбиелемеген, білесіздер ме? Ондай бір институт болған, аталық институты. Аталық дейді, хандар, сондай мынау өте данышпан адамдар, сіз Абылай хан фильмін көрсеңіз, сонда аталығы құтқарып қалады ғой, Абылай ханды. Американ ойнайтын кино бар ғой, Абылай ханды ойнайтын. Дакасты ойнайтын. Сонда аталығы оны құтқарып қалатын. Сонда бұрын қазақ білген жаңағыдай өте ауқатты, әлеуетті адамдар, солай данышпан адамдарды өзінің балаларын тәрбиеге соған берген. Өйткені білген, өзінің күші келмейтін. Ондай да бір тәсіл бар. Мысалы, орыстарда не дейді, француздардан кірген сөз бар, гувернер дейді, гувернантка дейді жаңағы. Тәрбиеші, арнайы тәрбиеші. Сонда кімнің Жүсіп Балсағұнның керемет бір несі бар, жаңағыдай, ізгілікті тәрбиеші ал, балаң ізгілікті өседі дейді, тәрбиеші. Міне сондан жалпы біздің қазақ мәдениетінде бір күшті нәрсе бар. Енді бүкіл ата-ана өзінің баласына идеал бола алмайды. Өйткені ата-аналар әртүрлі ғой. Бірақ ақылды ата-аналар қайтеді деген кезде қазақта сөз бар. Ақылың жетпесе дейді, ақылың жетпесе, яғни баланы қалай тәрбиелеуге? Яғни ақылды біреуден сатып ал дейді. Яғни бұндай да проблема бар. Сонда қазір кездегі мысалы сіздердегі бала өзі 3 түрлі адамға қарап өседі. Абай айтады, ата-анасы, құрбылары және ұстазы дейді. Көрдіңіз бе? Сондан егер ата-ана өзі түсінсе, мысалы, мен жағдайым келмейді. Мысалы, мен білімім жаңағы жетпейді. Осы кезде ата-ана екі нәрсені таңдау керек балаға. Дұрыс құрбы таңдау керек,
неге өйткені ол құрбыдан мінез жұғады балаға. Иә. Және дұрысты ұстаз таңдау керек. Міне сонда мына сіздердің мысалы зерделі жаңағы ақыл ой дамытатын орталық, бұл міне үшінші категорияға кіреді. Екеуін қамтиды. Біріншіден, бұнда құрбылармен қатынас жасайды. Екіншіден, жақсы ұстаздармен бала қатынас жасайды. Сондан жаңағыдай ата-аналар қаншама ақшасын, қаржысын бөліп сіздерге мысалы балаларын беріп жатыр. Міне бұл өте жақсы нәрсе. Енді бұл жердегі бір нәрсе бар. Бұл жерде абай айтып отыр жаңағыдай. Тәрбиенің ең басты нәрсесі ол махаббат дейді. Махаббат мәселесі. Соны абай айтып отыр. Осы үшеуінің ішінен дейді, яғни ата-анасы бар, ұстазы бар, құрбысы бар. Бала қайсысын көбірек сүйсе, содан мінезді көбірек алады дейді. Сондан осы қазіргі кездегі әрине ата-анасын бала сүйеді, ол инстинкт деңгейінде, иә. Бірақ кейде болады мысалы, ата-анасына еліктемей, ата-анасына еліктеуге тұрмайтын ата-аналар болады кейде мысалы. Бірақ ұстазын жақсы көретін, ұстазына еліктеп өсетін балалар болады. Немесе ата-анасына еліктей алмайтын, ұстаздар да нашар, бірақ өмірінде бір жақсы құрбы кездескен, сол құрбысы арқылы дамып өсіп кеткен балалар да бар. Байқайсыздар ғой? Ал енді идеалды жағдай қандай дегенде, идеалды жағдай үшеуі де жақсы болу керек. Яғни ата-анасы жақсы болу керек. Абай айтады, жақсы ата, жақсы ана дейді. Яғни жақсы деген не? Бұл жерде хороший деген сөз мағынада емес, жақсы деген ол элита. Элитный ата-ана болу керек. Міне, жақсы ата-ана, үшіншісі дейді. Жақсы құрбы, элитный құрбы, және жақсы ұстаз, элитный ұстаз болу керек. Бұл үшеу. Абай айтады, үшіншісі жаңағы баланың ғылым білімге махаббатын табу үшіншісі, бұл үшіншісі ғана дейді. Бұл жақсы ата-анаға байланысты, жақсы ұстазға және жақсы құрбыға. Енді Абай бұны қалай шешкенді деген кезде, Абай өзі Жидебайда тұрды. Абай өзі жалғыз үй болып тұрды, қасында жалшы, малшы, құлшы. Сонда Тұрағұл айтады, Абай атамыз дейді, тәте дейді ғой енді, ағам дейді, ағамыз біз, әкеміз дейді, бізді балаларды дейді, қалай тәрбиеледі дейді, қасында ұстайтын дейді бізді. Не істесек те қимай, біз дойбы, тоғызқұмалақ, хан талапай ойнап, әкемнің қасында жүретінбіз дейді, үнемі дейді, қасынан шығармайтын дейді. Егер біз балалықпен, байға назар аударыңыз, балалықпен жалшы, құлшы, малшылардың балалармен ойнап кетсек, әкем бізге ренжитін дейді. Немене, менен артық тапқан достарың, құрбыларың солар ма деп ренжитін дейді. Сонда Абайдың мектебінің негізгі феномен неді дегенде, Абай білді, идеалды жағдай мүмкін емес Абайдың жағдайында. Қазірдің өзінде мүмкін емес ол. Мысалы, қазірдің өзінде, мысалы, баланы аулаға шығарсын, мысалы, кім қандай баламен ойнайтынын Құдай біледі. Сонда Абай не істеді? Абай осы үш идеалды жағдайды, орыстарда бір сөз бар ма? 3 в 1 дейді. 3 в 1 ба? Бар ма? Иә. Үш нәрсе, бір нәрсе, сол 3 в 1, яғни үш нәрсені Абай өзінің бойынан тапты. Ол өзі балаларына жақсы ата, ана бола білді. Ата бола білді. Бір ма? Оға қараңыз, көрді, өте жақсы, өте элитный. Мысалы, ата-ана қандай болу керек дегенде, Абай сияқты болу керек. Балаға дос бола білу керек, ата-ана балаға дос бола білу керек. Ол дос бола білді. Екінші, жақсы ата өзі Абай бола білді. Екінші, жақсы құрбы бола білді балаларына. Және үшіншісі, жақсы ұстаз бола білді. Міне, бұл идеалды жағдай. Егер сонда қазіргі кездегі біз қазіргі кезде көп ата-аналар неге жетістікке жетті? Өйткені өздері жақсы болғанменен құрбылары жаман. Мысалы, сен жақсы тәрбиелегенмен бала көшеге шығады да бұзылып келеді. Немесе өзі жақсы, құрбылары жақсы, мұғалімдер дұрыс болмауы. Немесе керісінше. Қазір көп мұғалімдердің негізгі шағымданатыны. Мұғалімдер жақсы, үйретіп жүреді, үйіне барғанда ата-анасы бұзады. Сенің бір кірпіштің үстіне бір кірпіш қойып, ерінбей жалықпаған қабырғаңды
үйге барғанда ата анасы қиратып береді ғой. міне осындай жағдайда енді не істеу керек деген кезде жаңағы абай айтып отырған бала дұрыс тәрбие алу үшін ата ана, мұғалім, және жаңағы құрбылары бәрі де жақсы болу керек. ең құрмағанда ата ана мен үлкен проблема, ата ана мен ұстаз бірігіп кету керек, бір біріне дос болу керек. Сол кезде бала жақсы тәрбие алады. Яғни екеуінің айтқан жері, екеуінің айтқаны бір жерден шықса, яғни ата ана мен ұстаздың. Сол совет үкіметі кезінде бұрыннан қалған бір дәстүр бартын, жақсы дәстүр, қазақтың дәстүрі. Жаңағы баланы мектепке берген кезде, яғни молдаға берді ғой бұрын қазақ. Сонда молдаға бергенде қазақ бұрын айтатын, еті сенікі, сүйегі менікі. Яғни еті, яғни нәпсісі. Нәпсі деген, ет деген не? Өзі дененің жаны, хайуан жаны, баланың бойындағы ылғи жамандықтар, еркелік, содырлық, жаңағыдай жындылық, көрсеқызарлық, өсекшілдік, бүкіл жаман қасиеттердің көзі бұл нәпсі ғой. Сол сенікі дейді. Сен соны молдаға бергенде айтқан, сенікі, соны сен тәрбиеле. Бірақ сүйегі менікі дейді. Сүйек деген не? Ол баланың тегі. Яғни ары, намысы. Баламды тәрбиеле, бірақ арына, намысына тиме. Міне қазақтың моделі. Еті сенікі, сүйегі менікі. Сүйегіне дақ түсірме. Бізде қазіргі кезде көп ұстаздар баланың сүйегіне, яғни таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді. Мысалы, неше түрлі сөз айтады. Оның жаңағы балағаттап, жеті атасына дейін мысалы балағаттап, неше түрлі сөз айтып жатады мысалы. Бұл өте жаман нәрсе. Бала ондай ұстаздан ешқашан ештеңе үйренбейді. Неге? Өйткені оны жек көріп тұр. Сонда қысқасы Абайдың несі қандай? Балаға бір нәрсе бергің келе ме? Баланың махаббатына ие болуың керек. Ұстаз болсаң да, ата ана болсаң да, құрбы болсаң. Өйткені Абай айтып отыр. Балаға 3 түрлі адамнан мінез жұғады, 3 түрлі адамнан. Қайсысын көбірек сүйсе, содан көбірек жұғады дейді. Дұрыс айтасыз. Осындай Абайдың негізгі тәрбиелік жаңағыдай постулаттары міне осындай. Бір сөзіңізде жаңа жапондар бала тәрбиесінде 7-ге дейін балаға қол тигізбейді дейді. Ал бізде қазақтар керісінше жаңағы 5-ге дейін балаңды патша қыл дейді да. Қарап тұрсаңыз, біздегі дүние бір ұқсас. Мысалы, ол ана біздегі енді бір сізге нәрсе айтып кетейін мен. Ата-аналар көбісі ойлауы мүмкін, мысалы, ол бала мықты болу үшін жаңағы ата-ана жақсы болса болды, құрбылар жақсы болса болды, ұстаз жақсы болса болды, іс бітті деп. Олай емес. Өйткені Абайда тұр. Абай айтады, бұл үшіншісі ғана дейді. Алдында екеуін мен әдейі айтып өтірмін. Алдында екеуі бар. Онсыз сіздің қанша жерден жақсы болыңыз, қанша жерден тәрбиелеңіз, ол нәтиже шықпайды. Баладан ешнәрсе шықпайды. Сонда алдыңғы екеуі қандай дегенде Абай айтып отыр. Алдыңғы екеуі хауас сәлим дейді. Һәм денсаулық дейді. Баланың ең жаңағыдай баланың сапасы туралы айтып отырмыз ғой біз. Мысалы, баланың сапасы немен анықталады? Мысалы, сізден сұрақ қояйын мен. Сіз менің шәкіртімсіз, иә? Баланың сапасы Абай немен анықталады дейді? Қалай ойлайсыз? Абай баланың сапасын? Иә, немен? Мысалы, енді біреу бала тудыңыз ғой енді, мысалы. Соның сапасы, мысалы, ол немен анықталады, мысалы? Ол, мысалы, мысалы, кез келген ағашты ексең, жеміс ағашын, оның сапасы немен анықталады? Ұрпақ несімен, жеміс берумен анықталады. Енді Абай бойынша мен сізге сұрақ қояйын. Баланың сапасы немен анықталады? Енді менің пікірімше баланың сапасы өзінен кейінгі дұрыс ұрпақ тәрбиелей алумен анықталады. Енді Абай айтады сонда, қараңыз. Мен бұны сіздерге 1000 миллион рет айтқам. Абай айтады. Баланың сапасы дейді, оның ғылым білімге деген махаббатымен анықталады. Сонда айтады Абай айтады. Қашан бір бала ғылым білімді көкшерлік болса, сонда ғана оның ата адам болады.
мынау адам болу деген сөз үлкен мағынасында тек қана ғылым білімге деген махаббатпен ғана болады деп отыр ғой. Мгм. сонда енді ол мысалы сұрақ туындауы мүмкін, неге ғылым қазіргі кездегі мынау ғылым білімге махаббат жоқ адамдар, мысалы олар адам емес пе деген сұрақ сіз қойыңызда болушы еді, мысалы Мгм. сіз сұрақ қойды деп есептейік. Мгм. Сонда абай айтып отыр, бұл үлкен мағынасында дейді. Сонда неге дегенде сонда ғана дейді. Не үшін сонда ғана дейді. Мгм. Өзіңді жаратқан Алланы танымақ дейді, жүзеге асады дейді. Көрдіңіз ба? Өйткені Алланы танымайынша адам бола алмайсың. Неге? Өйткені Алла тағала сені жаратып тұр ғой, белгілі бір программамен жаратты, белгілі бір жаңағыдай эталонмен бір жаратты. Сондан сен өзіңді тану үшін жаратушыны тану керек. Ал жаратушыны тану үшін не керек? Ғылым керек дейді абай. Сонда абай осы жерде жаңағы сонда абай үш танымды айтады абай. Сонда ғана Алланы танымақ, яғни ғылым білім үшін керек. Неге ол адам сонда ғана адам болу деген. Сонда адам болсын, үш таным жүзеге асу керек абай. Алланы тану ғылым арқылы. Алланы тану үшін өзіңді тану керек, оған да ғылым керек. Және дүниені тану керек. Но қазіргі кезде біз неге мысалы бүкіл өркениеттен артқа қалып жатырмыз? Өйткені біз дүниені танымаймыз. Дүниенің ғылымдарын игермей қойдық. Біз ғылымды тек қана Құран мен хадисті ғана есептеп жүрміз. Бұл біздің ең үлкен олқылығымыз. Сондықтан біз немістің 20 жыл болған машинасын мініп жүрміз, ескі. Қытайдың жаңағы енесіне дейін алып отырмыз, Қытайдан ғылым білім дамып кеткен. Түріктің киімін киіп жүрміз. Байқайсыз ба? Яғни неге бізде үшінші дүниені тану жоқ бізде. Міне сондан осы үш таным жүзеге асқан кезде ғана баланы адам деп есептеуге болады дейді абай. Ол үшін ғылым керек дейді. Сонда абай айтады, бұл жаңағы баланың дейді ғылым білімге махаббатының табылуының басты екі себебі дейді. Ол хауас сәлим, тәні саулық дейді. Яғни бұлар туысынан болады дейді, туысынан. Міне біздің педагогикада осы мәселе мүлдем жоқ қой. Ол баланы туыс деген не? Баланы дұрыстап туу керек те. Сен баланы дұрыстап туымасаң, сен 1000 жерден жақсы мұғалім таңда, жаңағы Хеллебериде оқыт, жаңағы Зерделіде оқыт, нәтиже болмайды. Қайтадан 10-шы қара сөзге ораламыз, осы кезде. Жоқ, бұл 30-шы қара сөз. Тәрбиелеудің басты негізі ретінде. Жаңағы абай айтады ғой. Нишеде бар ғой, абай мен нишедегі ұқсастық, жаңағы баланы дүниеге әкелмей тұрып, даналыққа жүктілік деп өзіңіз айтатын едіңіз. Яғни баланы дұрыстап туу керек дейді абай айтады. Баланы дұрыстап туу керек дейді. Яғни бұлар туысынан дейді. Хавас сәлим дегеніміз, мына жерде қараңыздар. Хавас сезім, сәлим толық. Баланың 5 сезім мүшесі бар, біз ойлаймыз сол жеткілікті деп, ол жеткіліксіз екен. Толық адам болу үшін, яғни ғылымды меңгеру үшін ондай ішкі оның сезімдері, ішкі 5 сезімі, жанының каналдары ашық болып туу керек екен ғой. Мұны сонда хавас сәлим дейді, яғни сәлим деген толық. Болар бала боғынан дейді. Кейбір балаларды айтып отырмыз, іштен оқып туған дейміз мысалы. Осының бәрінде хавас сәлим жоқ. Және әлбетте 12 мүшесі сау болу керек дейді. Одан кейін ғана бар үшіншісі ол жаңағы бала сапалы туғаннан кейін, одан кейін оны тәрбиелейтін жақсы ата, жақсы ана, жақсы ұстаз, жақсы құрбы. Бұл үшіншісі ғана дейді. Қалған екеуі ол неден дейді? Ол туысынан деп отыр ғой. Сонда қазіргі қазақ мынаған басты қатыру керек. Баланы қалай дұрыстап туамын? Бізде бұнда сұрақ қоймайды ешкім қазір. Мысалы жапондарда, еврейлерде мысалы баланың дұрыс тууына дайындалады. Мысалы еврейлер неке төсегін жатпас бұрын 40 күн ораза ұстайды, 40 күн харам нәрседен бас тартады, 40 күн арақтан, шараптан бәрінен дайындалады кәдімгідей. Жапондар мысалы бала бойға біткеннен кейін 9 ай бойы сол баланың құрсақтағы тәрбиесі деген оларда ұғым бар. Бізде мысалы ол неге біз өйткені жаңағы есімізді жия алмай жатырмыз, ондай маңызды нәрсемен айналысу үшін, яғни баланы қалай дұрыстап туамын деген сұраққа жауап іздеу үшін ол
озық ойлы, еркін, жетіскен жаңағыдай ұлт болуымыз керек та. Ал енді өз өзін асырай алмай жүрген, жаңағы басында 5 кредиті бар, ата ана ол аяғы қалай ауыр болып қалғанын да білмейді. Баланы жаңағыдай ол бала қалаулы ма, әлде ол баланы жаңағыдай бір кедергі деп қабылдап жатыр ма, өзі қиналып жүрген кезде. Баспанасы жоқ болуы мүмкін, мысалы қазақтың ата анасының. Сондықтан ол үшін жаңағы ол үшін ұлт жетіскен болу керек. Жетіскен дейді ғой әлгі. Қазақта бір сөз бар ғой, мен саған бұны жетіскенін айтып отырған жоқпын. Сонда ол жетіскен деген не? Анау не ішемін, не киемін, шешіп тастау керек проблеманы. Сосын барып бас тарту керек. Мен баланы қалай туамын дұрыстап? Ол үшін не керек деген кезде бұл өте үлкен мәселе. Ол үшін жаңағы келін таңдау текті жерден, баланың өзі текті болуы, ерлі-зайыптардың арасында жаңағы неке төсегінің жаңағы көңілді болуы, көңілді төсек мәселесі. Одан кейін харамнан тамақ жемеу. Өте көп деген нәрселер бар. Бұл үлкен ғылым. Өкінішке қарай біз бұны ұмыттық. Сонда біз бұны 19 ғасырда сол кезде ұмытқан екенбіз ғой, жаңағы Хауас Сәлим ғылымды. Біз ол 20 ғасырда ғана емес, ол 19 ғасырда ұмытқан. Сонда мәшһүр айтады ғой, қазір қазақтың дейді баланы туу дейді, баланың дейді дүниеге әкелуі, ол бұқаның дейді қашарға артылғандай болып қалды дейді. Ғылым ұмытылды дейді. 19 ғасырда, 19 ғасырда айтып отыр, сөз. Сондықтан ол баланы дұрыстап туу, яғни шынайы жаңағыдай баланы аңсау, армандау, сағыну, жұбайлар арасындағы дұрыс қарым-қатынас, харамнан жаңағы татпау, бір-біріне деген шексіз махаббат, жаңағыдай тек тұрпақ өсірсем деген талпыныс, жеміс, мысалы, нашар айтады, мысалы, бағбан дейді, бағбан. Баланы өсіру бағбанның жұмысы сияқты. Бағбан дейді, ағаш теккенде бірінші нені қалайды дейді, қалай ойлайсыз? Бағбан нені қалайды дейді, бағбан еккен ағашын жемісті болуын қалайды. Яғни, ал қазіргі кезде біз мысалы ата-аналар, мен балам жемісті болсын деп қалай ма? Біздің ата-аналар көбісі, әкім болар ма екенсің, ақын болар ма екенсің, шешен болар ма? Ол жаңағы тағы бұл кеп ата-ананың өзінің өресіне кеп тіреледі. Баланың жеміс беру деген не? Бұл ол ата-ана дұрыс баланың алдында программа қою керек. Ата-ананың басындағы программасы дұрыс болу керек. Бұл бала менің балам емес, бұл қазақтың баласы, бұл қазақтың көсегесін көгертетін, елдің қамын ойлайтын, елдің қамын жейтін едіге сынды мен ұл туым керек деп ата-ана армандау керек, білесіз бе? Бұндай армандау үшін, кешіріңіз, үлкен өре керек. Міне, сондықтан осы нәрселердің жоқтығы ол баланың жаңағыдай дүниеге келген баланың Хауас Сәлим һәм тән сау болып дүниеге келер, бірақ көп балалардың қазір Хауас Сәлимі жоқ та. Ол Хауас Сәлимі жоқ болғаннан кейін ол баладан ғылым білімге махаббаты оның оянбайды екен, сөйтіп бала жеміс бере алмай қалады екен. Соның баланың жемісті деген не? Жеміс дегеніміз ол баланың адам ретінде қалыптасуы. Ол үшін міндетті түрде Абай айтып отыр, бала ғылым білімді махаббатпен көксеу керек дейді. Міне осындай Абайдың ілімі өте күрделі, бірақ қазіргі және бұл өзіміздің қазақтың төл дүниетанымы ғой. Ондан қазіргі кезде біздің қазақтың ата-аналары тыңдап түрде ұрпақ сүюге дайындалу керек. Кәдімгі бұған дайындық керек. Яғни сен дұрыс айтасыз, жаңағы Абай айтады ғой, Ницшемен неге сәйкес келеді. Ницше айтады ғой, бала бұл қашанда сенен биік болу керек, алыс болу керек. Сен өзің бала сүймей тұрып сұрап қой, сен бала сүюге дайынсың ба? Сен өзіңді өзің жасай алдың ба? Сен өзіңнің құмарлықтарының қожасысың ба дейді. Абай да айтады, сен де ит қазақтан қандай дұрыс бала туады дейді, сөз бе? Сен өзіңді ит дегенде жеңе алмай тұрып дейді, тағы бір ит қазақ дүниеге әкеліп,
өзіңнің күнәң аздай, оның күнәсін қоса арқалайын деп пе едің дейді. Міне осы, енді қарасаңыздар, бұның бәрінде Абайдың да айтып отырған Ницшенің бір-ақ ойы. Ол не? Ол адамның мына өзімен өзі күресі, адамның өзінің өресі, ішкі мәдениеті жоғары болуы, адам саналы түрде ұрпақ сүю, саналы түрде. Ол үшін мынау құндылықтар жүйесі бар өзі біз қазақта. Бақ, байлық, бала дейді да. Біздің қазіргі кезде қазақ неге бала дұрыс тумай жатыр? Өйткені қазақтың санасын қазір жаулап алған нәрсе ол бала, ол 3-ші орында. Мүмкін 4-ші, мүмкін 5-ші. 1-ші орында қазір байлық. Одан кейін бақ, карьера. Одан кейін барып бала. Шын мәнінде бөлтірік шешен айтады ғой. Бөлтірік шешеннен сұраған екен, ағата баластық па, байлықстық па, бақ кімге қонады дегенде, бөлтірік шешен айтып отыр. Бақ деген босқын қонған құс ұшады де кетеді. Байлық деген қолына ұстаған мұз ериді де кетеді. Бала деген артында қалған із дейді. Сонда ана адамның несі дұрыс болу керек? Интенция дейді, яғни направление мысли. Ойлау жүйесі дұрыс болу керек. Яғни қандай нәрсені сен құндылық деп тапсаң, сол нәрсе ғана сапалы болады екен ғой. Егер сен бар ойың аша табу болса, ол сен жаңағы менталды түрде сен энергияңды, ішкі энергияңды сен дұрыс баланың туына сен бермейсің, түсінесіз бе? Өйткені сен бүкіл назарың қайда болып кеткен? Ақшаға болып кеткен. Балаға құндылық деп қарамайтын болдық, иә, қазір? Жоқ, біз бала үшінші, мүмкін 4-ші. Неге? Өйткені көбінесе, мысалы бізде көп адамдар, мысалы, байлықтың жолында, карьераның, мұны байқаңыздар, мысалы, қаншама қазіргі кезде қандастарымыз бар, мысалы, карьераның жолында, мысалы, өзінің отбасын құрмай жүрген. Олар айтады, мысалы, бірінші бакалавриат бітірейік дейді. Өйткені олардың несін кеткеніне, өйткені ата-анасы тәрбиеледі. Оқуыңды бітір, нанды жегіз, байға тиіп кетпе. Одан кейін магистратура бітірейік дейді. Одан кейін докторантураға түседі. Сөйтіп жүргенде, уақыт өтіп кетеді. Егер сонда мен тағы ол мысалы, ол қыздың күнәсі емес, ол ата-ананың күнәсі. Неге? Ата-анасы оны ана ретінде тәрбиелеген жоқ қой, оны жаңағы мал табатын, карьера жасаушы адам ретінде тәрбиелеп, қыздың миына сондай программаны құйып берді. Сондықтан ол жаңағы қыз балаға енді қымызды кім ішпейді, қызға кім сөз айтпайды дейді. Мүмкін өзінің бағын ашатын жігіт сөз айтқан шығар. Мүмкін емес сөз айтпауы. Бірақ қыздың басындағы программа оған мұрша бермейді, мүмкіндік бермейді. Ол бас тартады жігітті. Неге? Өйткені ата-анасы программа жасап берген. Оқуын бітір, қыз, оқуынды бітірмей шығып кетіп жүрме. Жаныңды шығарам, өлтірем. Қорқытады, үркітеді, түсінесіз бе? Осының бәрінде не жатыр? Осының бәрінде оқу, карьера, бұл не? Дүниені қуу. Сонда айтады ғой, қазір қазақтың дейді, ойын сауығы тоқтады дейді. Неге? Өйткені қазақтың дейді, көзі дүниеге ауды дейді. Дүниеге ауып кетті. Енді еркегі де, ұрғашысы да түгел белсіз дейді. Сонда белсіздік дегеніміз, бұл ол тура мағынасында физикалық белсіздікті айтып отырған жоқ. Бұл рухани белсіздікті айтып отырды. Адамның көзі дүниеге ауып кеткен кезде, рухани белсіз адамнан рухани бай бала тумайды екен ғой. Егер сен бірінші орынға баланы қоятын болсаң, мысалы, ата-ана ұлын мал табушы, асыраушы ретінде тәрбиелесе, қызын болашақ елдің анасы ретінде тәрбиелесе,
сол кезде ғана жаңағыдай дұрыс бала туады да. Жақсы, рахмет. Ағай, жалпы абайдың қара сөзінде жаңағы жан мен тәннің қалауы туралы айтады ғой. Соны оқи отырып біздің есімізге түсетін нәрсе ол жүрек тәрбиесі да. Яғни Советхан Ғаббасов айтатын 12 жанның каналы. Осы 12 жанның каналының өсе келе біздің санамызда жабылып қалуы неліктен? Неге ұят, түйсік, зерде деген сияқты қасиеттерімізден біз өсе келе айырылып қаламыз? Енді ол бұл жаңағы ішкі қуаттар ғой. Ішкі қуат. Бұл мысалы жақсы бала туды дейік, хавасыз әлем болып. Бірақ мысалы мынау сіз білесіз бе, кім деген француздың несі ақыны болған Артур Рембо деген, Рембо дейді ғой орыстар. Бұл өзі өте мықты мына модернизмнің негізін қалаушылардың бірі болғанда өте жаңашыл ақын болған Артур Рембо деген. Бүкіл әлемді аузына жалтыратқан өте кедей болған екен. Ол Рембо ақындық саналы түрде тастап кеткен ғой. Неге? Әбден шаршаған кедейліктен. Сол ойлапты, мен саудамен айналысып, байлық жинап алғаннан кейін қайтадан өлең жазамын деген. Сөйтіп коммерциямен айналысқанда саналы түрде. Содан коммерциямен айналысып байыған, енді өлең жазайын десе жаза алмайды дейді. Бірде-бір өлең жазбай кеткен. Сонда неге дейсіздер? Өйткені бұл адам ішінде екі қуат бар дейді. Екі қуат бар дейді. Бірі мулахаза, екінші мухафаза дейді. Қуат дейді. Қуат дегеніміз адамның ішкі қуаттары ғой. Ғылым білімді негізі осы екі қуат арқылы жүзеге асады. Мулахаза дегеніміз пікірлесу. Сонда есіңізде ме, абай айтады ғой, бірінші қара сөзінде ғылым дейді, білгеніңді дейді, айтпасаң, білмейтінді сұрап алмасаң дейді. Пікірлесетін адам жоқ болса, ғылым бұл тез қартайтатын күйік дейді. Яғни мулахаза жүзеге аспай отыр да, пікірлесу керек. Ғылым, мысалы, біз қазір сізбен пікірлесіп отырмыз, біздің ішкі қуатымыз артып жатыр. Екінші мухафаза дейді. Анау ішке түскен ғылымды сақтап қалу керек дейді. Оның үшін не керек дейді? Оның үшін мінез керек дейді. Мінез ғылымның сауыты дейді абай айтады. Мухафаза. Міне сонда сол Рембо неге өлең жазбай кетті? Өйткені ол ішкі қуатын тексермей қойды. Ішкі қуатын тастады. Ал ішкі қуат деген нәрсе бүгін қойып кетіп, ертең сол қойған жерінен алатын нәрсе емес. Абай айтады, күнде тексерсең, күнде өседі дейді. Мысалы, сен жазушы болғың келдің ме, күнде жазуың керек. Күнде өседі қуатың. Ақын болғың келдің ме, ақындық жолға, енді ол ақын туа болады дейді, ол ешкім оны таңдап алмайды. Сен күнде өлең жазуың керек. Сол ақын болып туған Рембоның өзі кейін өлең жаза алмай қалды. Сонда абай күнде тексерсең, күнде өседі дейді. Егер ұмытып тастап кетсең дейді, қайтып тапсаң да бұрынғыдай болмайды дейді. Міне сонда неге адам болашақта жаңағы өзінің ішкі қуатын, Құдайдың берген қуатын жоғалтып алады? Өйткені сол суретшілікті, ақындықты, жазушылықты бірінші орынға қоймайды ол. Оны жаңағы дүниенің жолында құрбандыққа шалады. Ішсем, жесем, ұйықтасамның жолында. Сөйтіп жоғалтып алады да. Ал енді сонда ол жаңағыдай ішкі қуатты адам жоғалтып алмау үшін ол анау өзінің сүйгеніне, яғни өзінің ғашығына дейді ғой, ғашығына, яғни өзінің бір призвание, яғни өзінің сүйікті ісіне адал болу керек адам деген. Оны тастап кету керек дүние үшін. Сонда ол өсе береді. А кейін дүние өзі келеді сізге. Міне осы соны абайдың айтып отырған сол ішкі қуат туралы айтып отыр абай. Күнде тексерсең, күнде өседі дейді. Сонда қазіргі кездегі мына қазақтың балалары неге дұрыс ғалым шықпай жатыр? Өйткені олар ғылымды сүймейді. Ғылымды сүймейді. Неге? Өйткені олардың ата-аналары ұшақ әңгіме айтады. Мен ылғи айтып жүрмін ғой. Жақсы оқы, жақсы қызметке тұрасың, жақсы ақша аласың. Яғни ішкі қуатты арттырудың, адамды жемісті адам қылатын махаббат, яғни ғылымға деген махаббат мәселесіне
баланың жаңағы программасы дұрыс болмай тұр да. Содан қаншама адамдар бітіріп жатыр, байқайсыз ғой мысалы. Жаңағыдай біздегі ең элитный оқу орындарында қаншама бала бітіріп жатыр, ғалымдар жоқ. Бұл таңғалатын нәрсе. Неге? Өйткені не жоқ? Махаббат жоқ. Яғни жаңағы сүйген өзінің, ішкі өзінің бала кезде армандаған, бала кезде белгі берген адамның қабілеті сондай бір керемет, иә? Сол нәрсені біз мына боқ дүниенің жолында құрбандыққа шалып отырмыз ғой. Кейіннен байып алайын, ақша жасап алайын, үлгерем ғой дейтін ол қате көзқарас. Не? Кейіннен ол таба алмай қаласың оған. Қандай да ата-ананың басты міндеті баланың бойында бір қабілет болса, мысалы ата-аналар баланы мысалы суретші боламын дейді да. Ата-ана айтады, есің дұрыс па, суретші деген не пәле ол? Жүр сол жаңағы жалба-жұлба болып, неңді арқалап, осыған нам болмайды. Одан да сен нам беретін бір мамандықты жер дейді. Сөйтіп баланың тағдырына балта шабады. Ол бала ортан жеміс бермейді. Неге? Өйткені оның жеміс беретін ең сүйікті нәрсесімен біз айырып отырмыз ғой. Біз өз көзімізден қарап отырмыз. Өзіміздің жаңағы нәпсі көзімен. Боқ дүниені жаңағы көзімен қарап отырмыз ғой. Жаңағы ата-анаға бала өз-өзін асырау керек. Жаңағы қалай асырайды, ақша табады. Маңызды осы да. Қазіргі кезде қазақтың ата-анасының баланың бойындағы талант, баланың бойындағы қабілет маңызды емес. Маңызды. Қалай бала өз-өзін асырайды, жаңағыдай. Ашын өліп қалатын сияқты. Шынымен де бұл критерий дұрыс емес. Неге? Өйткені біз хайуан емеспіз ғой, тек қана ішіп жеймді ойлайтын. Ішіп жейм ол біздің ішкі талантымызға қарай өзі келеді. Мен осы мәселені өте мұқият болу керек осыған. Сіздер енді балалармен жұмыс істейсіздер ғой. Сонда ол балалардың жаңағыдай осы зерделіні оқы, ертең жақсы ақша табасын деп айтсаңыздар, онда бітті. Құрттыңыз баланы. Көрдіңіз бе? Бір сөзіңіз сіздің баланың болашағына балта шабады. Осы Абайдың қара сөздерін оқыған кезде жалпы бала тәрбиесі туралы көп ой келетін да, яғни заманын түзеткісі келген Абай атамыздың баланы түзетудің жолын тапты ма деген сұрақ туып жүрді. Кейіннен оны сіз арқылы тауып алдық. Яғни Абай баланы түзетудің бір басты жолы ол ғылым білім екенін айтты. Яғни енді осы ғылым білім саласына аздап көшсек. Енді тағы айтылып айтамын. Өзі ғылым өзі екі түрлі болады. Біреуі ғылым захири дейді, Абай айтады, сыртқы ғылым. Захири деген сыртқы деген сөз. Осының кейін қазіргі кездегі біздің зайырлы деген сөз осыдан шығады екен. Сыртқы мәселе. Екіншісі ғылым бачини дейді арабта. Ол ішкі ғылым. Ағай, қазір біздің эфиріміз өшейін деп тұр. Қазір қайттан жалғастырамыз, иә? Енді жоқ, осымен аяқтақ, өйткені қазір уақытымыз біздің 1 сағатқа ғана деп алдық қой. Осыны сақтап қойсаң жетті. Енді осымен біз қазір нетейік, түйіндейік, өйткені уақытымыз оқу білім туралы, сонда Абай айтып отыр. Білім екі түрлі болады дейді. Біреуі дейді сыртқы ғылым, екінші ішкі ғылым. Сыртқы ғылым дегеніміз дейді, адамның қанша оқытсаң да ол пайда бермейді дейді. Енді ішкі ғылым бар дейді. Сыртқы ғылым адамның жүрегіне сіңген кезде пайда береді дейді. Ол баланың мінезін өзгерте бастайды. Сонда батыстың педагогикасында тәрбие мен ғылым екі түрлі. Қазақтың педагогикасында екеуі бір-ақ нәрсе. Яғни педагогика пайдалы білім арқылы жүзеге асады. Сонда Абай айтады, не пайда дейді ғой Абай. Сонда Абай айтады, ақылмен ойлап білген сөз, яғни сыртқы ғылым. Ақылмен ойлап білген, рационалды. Бойыңа жұқпасын, яғни бойыңды өзгертпейді, жұқпайды. Тәрбиелемейді. Бойыңа жұқпас сырғана. Ынталы жеп сезген сөз бардан артық болады. Сондықтан қазіргі кездегі мынау мектепке қандай білім керек дегенде пайдалы білім беретін мектеп керек бізге. Пайдалы білім беретін, ол пайдалы білім беретін оқулық жоқ. Сондан ол осындай мәселелер. Енді
қорытындылайтын болсақ, қазіргі кездегі бізге тәрбиелі бала өсіру үшін бір ақ нәрсе керек. Ол үшін сол жаңағы баланың жүрегіне жол таба білетін ұстаздарды тәрбиелеп шығаруымыз керек. Өйткені қазақтың жаңағы айтып отырған тәрбиесінің негізгі алтын қазығы қандай? Негізгі постулат, негізгі алтын қағида, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Сонда ұстаз жүректен сөйлемейінше, ол білім баланың жүрегіне кірмейді. Ал баланың жүрегіне кірмеген білім ол баланың мінезін өзгертпейді. Бұның негізі ұзын сөздің қысқасы, тобықтай түйіні 90 ауыз сөздің. Сондан жаңағы Абай айтып отқан, не пайда бар мың надан, сыртын көріп таң қалсын. Біз мысалы наданбыз ғой, неге? Өйткені біз сыртқы ғылымды беріп жатырмыз да, бала ойлап жатырмыз осы. Ой, біз керемет қырып жатырмыз деп. Түк емес, неге? Өйткені ол баланың жүрегіне сіңіп жатқан жоқ. Ол ертең жауыз, қатыгез, бәрін білетін жаңағыдай бала болып өсіп шығуы мүмкін да, мысалы, оны көзіміз практика көрсетіп жатыр қазір, мысалы. Байқайсыздар ма? Сода қазірде бізге қандай бала керек дегенде, Абай айтқан, не пайда бар мыңдадан, сыртын көріп таң қалсын, одан дағы бір есті ішкі сырын аңғарсын дейді. Яғни ішкі сырын, яғни ғылым білімнің ішкі сырын түсіне алатын, соны жүрегіне кіргізе алатын балаларды тәрбиелеп шығаруымыз керек. Ал ол үшін сол сөздің сыртын ғана емес, ішін ең алдымен өзі түсінетін педагогтарды біз тәрбиелеп шығуымыз керек. Өз ісін шексіз сүйетін, балаға деген махаббаты шексіз, баланың жаңағыдай балаға үлгі бола алатындай, идеал бола алатындай ұстаз керек бізге. Тіпті мен сізге айтайын, жақсы ұстаз болса, бала тіпті оны ата-анасынан да жақсы көретін ұстаздар бар қазір. Құрбыларынан да. Міне сондай ұстаз болған кезде ғана бала жаңағыдай тәрбиелеу өседі және болашақта жеміс береді. Яғни адам болады. Жеміс беру деген не? Адам болу. Ал адам болу ол ғылым білімсіз жүзеге аспайды. Ол әлгі машина мініп, Тесла ойындардың адам деп есептеуге болмайды оларға. Өйткені ол машинені, жаңағы тамақты, баланы туғызып, жаңағыдай оны хайуанда бала туғызады, хайуанда тамақ жейді, жаңағыдай. Сөз бе? Ал адам болу үлкен мағынасында ол Құдайды тану арқылы 3 сұраққа жауап берген кезде ғана адам болады. Шәкәрім айтады. Келдім қайдан, қайтсем пайдам, яғни менің дүниеге келгендегі пайдам не, және өлгеннен соң не болам дейді. Міне 3 сұраққа жауап бермей адам бола алмайды деп отыр Шәкәрім. Міне осындай бір Қондызжан. Ағай, соңғы сұрақ болсын, осы оқырмандардың атынан және менің атынан осы баланы ғылым білімге қалай үйір қыламыз? Абай айтады, бала өз бетімен ғылым білімді іздеп таппайды дейді. Оның өз бетімен іздеп табатыны жаңағы ішсем, жесем, ұйықтасам, ең тәтті нәрселер. Анау шын тәтті нәрсенің алдында нәпсінің несі тұр, шлагбаумы тұр. Нәпсінің шлагбаумы, нәпсінің бөгеті тұр да. Сондан оны өткізіп жіберу керек ол жерден. Өткізіп, ата-ана сол үшін керек. Сол нәпсінің шлагбаумын өткізіп жіберу үшін ата-ана керек. Соның бөгетін, алдында тұрған бөгеттен, асудан өткізіп жіберу керек. Сонда Абай айтады, ешқандай бала өз бетіне ғылым білімді іздеп таппайды дейді. Оны не зорлықпен дейді, не алдаумен үйір қылу керек. Үйрене келе өз дегендей болған дейді. Содан ол балам кітап оқымайды, балам ғылым біліммен айналыспайды деген әңгіме ол бос әңгіме. Ол оқымайтын бала жоқ, оны оқыта алмайтын ата-ана бар. Дұрыс айтасыз, бәрекелді. Кітап оқуда өзіңіздің кеңестеріңізбен бөлісе кетсеңіз. Кітап оққан кезде ол тағы айтылып айтамын. Мұхтар Моғолин айтады. Мысалы, қарапайым істе дейді, қарапайым істе көбінесе қарапайым нәрседен күрделіге өтеміз дейді, мысалы. Мысалы, адам бірден сурет салып кетпейді, бірінші мысалы мазоктар жасайды, ұстаздың соңынан қайталайды, айбақ-сайбақ, неше түрлі. Одан кейін барып қана барып, жаңағы шын сурет сала бастайды ғой. Машина үйренген кезде, мысалы, адамдар көбінесе жаман машинеден бастайды, мысалы. Өйткені соғады. Сол бірден жаңа машинаға отыра алмайды да. Жаманнан бастайды да, кез келген істе, мысалы. Нашарынан бастайды. Көрейін осыны бірінші. Білдіріп аламын, одан кейін жақсысын кейіннен алам деген сияқты, иә. Ал маған айтады, кітап оқуда бұл принцип жүрмейді дейді. Өйткені адамның өмірі қысқа дейді. Сондықтан ең жаңағы жақсы кітаптардан бастау керек дейді.
ең үздік кітаптардан бастау керек дейді оқуды. Содан адам қазақ болу үшін мен тағы қайталап айтамын, міне менің столымда ылғи Абай жатады, міне Абайдың 2 томдығы, міне көрсетіп отырмын. Абайдың өлеңі мен баланың тілі шығу керек қой, қысқасы. Содан әрбір қазақтың үйінде Абайдың 2 томдығы болу керек. Және әрбір қазақтың ата-анасы өзі Абайдың өлеңін жаттау керек бірінші. Содан барып баласының тілін Абайдың өлеңімен шығару керек. Ал осыны қалай жаттаймыз? Баланың түсінуі шарт емес қазір, дәл қазір. Шарт емес, неге? Өйткені Абайдың өлеңін түсіну үшін өмір керек, өмірлік материал керек. Бірақ базаны қалыптастыру керек. Абайдың өлеңін жаттата бересіз. Ғылым таппай мақтанбадан бастап Абайдың бүкіл өлеңдерін жаттата бересіз. Жігіттер ойнар күн қымбат, қыс болсын, жаз, күз, кез келген өлең жаттата беріңіз. Жаттата беріңіз. Башқан кезде бет алды дейді ғой, бет алды жаттата беру керек. Кейін біріншіден Абайдың өлеңін жаттау арқылы қазақ тілінің қорын игересіз. Абайдың стилін меңгересіз, Абайдың сөйлеу мәдениетін меңгересіз, иә? Енді уақыт өте келе өмірлік материал баланы толыққан кезде жаңағы база ашыла бастайды. Сондан оларға бала түсінбейді ғой деп емес. Мысалы 5 жастан бастап, мысалы жаңағы тіл шыға бастайды ғой, сол кезден бастап Абайдың өлеңдерін жаттату керек. Өйткені бұл... Көп рахмет ағай сізге. Жақсы, амандық болсын. Осыны онда сақтап... Көп рахмет сізге. Осыны сақтап, ютубқа салып қойсаңыздар, басқа жұрт көрсін, пайдалы болсын. Жақсы. Сосын маған сілтеме беріңіздер. Рахмет болыңыздар. Сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет. Әумин, рахмет ағай. Құрметті оқырмандар, осы тақырыбымыздың өзінің бір ерекше аты, яғни ата-анаға көз қуаныш деген Абайдың өлеңі бар еді ғой. Сол сияқты біздің оқушыларымыз, біздің барша балаларымыз тек қана ата-анаға көз қуаныш болмасын, халқының көз қуанышы болсын. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз ағай, рахмет сізге.